Сәлем достар, сіздермен пайдалымын каналы. Видеоны көрмес бұрын каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Бүгін мен сіздерге балалардың ұсақ моторикасын дамытуға арналған бірнеше ойын түрін көрсетемін. Бірінші ойынның түрі бұл түймешелерді қадау, ол үшін бізге керегі бау және қорап. Осы қорапшалар арқылы сіз берген фигураларды жасап шығу керек. Осы орайда ұсақ моторика миға қалай әсер етеді деген сұрақ туындауы мүмкін. Сол себептен де нейропсихолог ғалымдар қолдың ұсақ моторикасы баланың сөйлеу қабілетінің дамуымен тікелей байланысты екендігін айтты. Яғни бала саусақтарымен неғұрлым көбірек жұмыс істесе, оның сөйлеуі ертерек дамиды және жазуының қалыптасуына да әсер етеді екен. Бірақ тағы бір айта кететін нәрсе, ұсақ моторика тек сөйлеуді ғана дамытпайды, сонымен қатар баланың ойлау қабілеті, қиялдай алуы, визуалды есте сақтау қабілетіне, белгілі бір нәрселерді байқау, оларды бір-бірімен үйлестіре алу, бұның барлығы баланың зейінін бір орында шоғырландыруға көмек. Сарапшылардың зерттеуі бойынша баланың ұсақ моторикасын дамытуға 8 айдан бастап кірісуге кеңес береді. Себебі дәл осы кезеңде саусақтар белсенді жаттығуларға көне бастайтын уақыт екен. Яғни баланы әртүрлі текстуралармен, пішіндермен, өлшемдермен қолдануға үйретсеңіз болады. Және арнайы ойыншықтарды сатып алып, бірге жұмыс жасасаңыздар да болады. Ұсақ моториканы дамытудың екінші бір тәсілі бұл бау байлау. Бұны кәдімгі үй жағдайында қораптан өзіңіз жасап берсеңіз болады. Бұл бір жағынан оның ұсақ моторикасын дамытып жатса, екінші жағынан бала өз еркімен өзінің бауын байлай алатындай дәрежеге жете алады. Достар, алдағы уақытта балалардың ұсақ моторикасын дамытуға тағы да бірнеше тәсілдерді ұсынам, пайдалы ақпараттармен бөлісем. Сол үшін каналға тіркеліп, лайк басып, коммент қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздің пікіріңіз мен үшін өте маңызды. Үшінші тәсіл бұл тіс тазалау. Ол үшін бізге маркер және тіс тазалайтын тіс щеткасы керек. Тістікке әртүрлі белгілерді салу арқылы бұл жерде тіс щеткасы сумен кетпейді, сондықтан спирт арқылы кетірсеңіздер болады. Және ең соңғы тәсіл бұл тырнақ алу тәсілі. Ол үшін осылай қол сызып алып, оны жақсылап бояп, кәдімгі өзіміздің тырнақ алғышпен баланың тырнағын алуға үйретесіз. Бір жағы ұсақ моторикасын дамытатын боласыз.